Қайырлы кеш, құрметті экранның ар жағындағы отырған достар. Мен сіздерге осы YouTube канал арқылы өзімнің осы инвестиция әлеміне қалай келдім, ары қарай жаңағы қандай бағыттарда жұмыс жасап жатырмын. Менің енді басты бағытым, қазіргі таңда жұмыс жасап жатырған бағытым, негізі мен сіздерге қысқаша инвестицияның түрлерін айтқым келіп тұр. Инвестицияның түрлері біз білетін банктегі депозиттер, барлығымыз білеміз. Страховой компаниялар, мысалы банктегі депозиттер мен страховая компаниялар, негізі страховой компаниялар, осындай ірі компаниялар, олардың бәрі 20 ғасырдың өнімдері деп айтуға болады қазіргі таңда. Енді бізде қазіргі таңда қандай инвестициялар біздің, мысалы мен бұрын соңды қор биржасы, құнды қағаздар, жаңағы телевизордан естіген болмаса, ютубтан көрген болмаса, ол туралы мүлдем ақпаратты білмеймін. Енді дәл қазіргі таңда соны үйреніп жатыр. Менің мақсатым сондай білген ақпаратыммен өзіміздің отандастарымызға бөлісу. Одан кейінгі қазіргі инвестициялардың түрлері, мысалы біз енді өзіміз банковский инструмент, страховой компания, пенсионный взнос, енді оны бізден сұрамайды. Страхованиені сұрау мүмкін, депозитті сұрау мүмкін, пенсионный фонд бізден сұрамайды. Себебі ол біздің болашағымызға пенсия деп біздің әрбір жаңағы зарплатамыздан 10%, айлығымыздан 10% ұсталынып жатыр. Ол болашақта біз пенсияға шыққанда керек деп енді. Болашақта пенсияға шығамыз дегенше, ол біздің алатын ақшамыз құнсызданып баратыр, оны білесіздер. Сондықтан қазіргі таңда депозит, банкке ақша салу тиімсіз. Бірінші кезекте банктегі ақшамыз банкте жатып құнын жоғалтады. Қазіргі таңда мен сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп отырған инвестиция криптовалютаға. Мен өзім жаңағы қазіргі таңда жұмыс жасап жатырған. Менде тек қана криптовалюта емес, венчурный инвестиция бар. Ол бір бағыт жаңағы криптовалютаға, криптовалютаның именно жаңағы биткоины қазіргі таңда жаңағы интернет нарығы арқылы, енді биткоинді да әлі түсінбей жүрген адамдар өте көп. Сондықтан қазіргі таңда менің мақсатым қарапайым халыққа әр бағыттан жаңағы өзім не түсінемін, соны сіздерге қазақша ақпаратпен жеткізіп отырамын. Бүгін мен осы ақпаратты сіздерге дұрыс жеткізу мақсатында YouTube канал арқылы жаңа ақпараттарды іздей бастасам, как раз осы құнды қағаздар, қор биржасы туралы бізде YouTube'та ақпараттар өте көп. Мынау жаңадан өсіп келе жатырған жастар осындай каналдар ашып, соны айтып жатыр екен. Сондықтан егер сіз өзіңізге болашақтан жаңағы өзіңізге капитал жинақтағыңыз келсе, әсіресе біздің жастағылар, мысалы мен дәл қазір 47-де 48-ге қарай кетіп бара жатырмын ғой. Сол сияқты менің өзімнің замандастарым, болашақ, енді 20 ғасырдың жастары айтайын дегенім, болашағымызға қазірден бастап өзімізге пенсия, қазірден бастап өзімізге капитал жинақтамаса, қазірден бастап өзіміздің өсіп келе жатырған ұрпақтарымызға осындай мүмкіндік көрсетпесек, өзіміздің қателігімізді олар да қайталайды. Біздің қателігіміз, біз уақытылында, мысалы мен өзімнің қателігімді айтайыншы, уақытысында мен жаңағы енді ақша жинай алмадым. Тура сол сияқты экранның ар жағындағы отырған сіздер де сондай қателікке бой алдырған болсаңыздар, барлығымыз бірігіп, міне қазір өзі цифрлық әлемге келе жатырмыз ғой. Мысалы қазір бізде қағаз ақшалар обороттан кетіп жатыр, оны біліп жатырсыздар. Криптовалюталар кіріп келе жатыр, оны да сезіп жатырсыздар. Енді біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Енді міндетті түрде осы криптовалюталардың түрлерін қазіргі таңда CoinMarketCap деген сайтта 12.000-нан асқан криптовалюталардың саны бар екен. Қанша крипто биржалар бар. Сондықтан мысалы сіз бұрын соңды қор биржасынан акция алмаған болсаңыз, сіз де сол банковский депозитке жинақтап отырған болсаңыз, мен сізге қазіргі өзімнің жұмыс жасап жатырған бағыттарымды жайлап түсіндірген болар едім. Енді келесі видеоларда егер сіз бізбен бірге осындай мүмкіндіктерді көрсем ба десеңіздер, міндетті түрде осы каналға подписаться кнопкасын басып, лайк басып, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер ойларыңызды. Себебі біз бизнесті, интернет арқылы бизнесті мен енді бастап жатырмын дамытуды енді қолға алып жатырмын. Негізі адамның өзі осындай мүмкіндіктер түсініп қосылмаса, оларды троспен тартсаң да мүлдем артыңнан ермейді екен, оған көзім жетті. Сондықтан қазіргі таңда инвестицияны, білімді ары қарай өзімнің білмеген ақпаратымды
жан жақтан үйреніп, ары қарай осылай YouTube канал арқылы өзімнің отандастарыма ақшасын көбейткісі келетін отандастарға бар білген ақпаратын жеткізіп отыратын болып шештім. Келесі видеоларда бұдан да қызықты ақпараттар болады, сондықтан жіберіп алмаңыздар. Өздеріңіз сияқты ақшасын көбейткісі келетін партнерларыңызға болашақ жіберіп отырыңыздар. Менің мақсатым криптовалютадағы ақшаны қалай жинақтауға болады. Мысалы, уақытысында биткоинді мен түсінбедім, мысалы, жинақтауға. Қазіргі таңда өзімнің бір платформам бар. Оны да описание қалдырып кетем, қай платформадан қалай табыс тауып жатырғанымды. Келесі тағы бір YouTube канал бар. Бұл именно осы видеоны CryptoSpace деген YouTube каналға жүктейтін болсам, ал енді биткоинді қазіргі таңда топ криптовалюталарды тауып жатырған платформалар туралы ақпаратты келесі YouTube каналға жүктеп отыратын болам. Сондықтан егер сіз өзіңіз осы жаңа сала туралы ақпарат білгіңіз келсе, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, ал енді қандай платформаларда табыс тауып жатырғанды білгіңіз келсе, описаниеда қалдырған YouTube каналға тіркеліп отырыңыздар. Келесі сіздерге айтып кететін криптовалюталардың түрі, мысалы, вообще токендардың 3 түрі бар екен. Utility токен, security токен және токен акция. Одан кейін токендар деген не, монета деген не, блокчейн кошелек деген не. Осы туралы қызықты, керекті ақпараттың барлығын келесі видеоларда айтатын болам. Келесі видеода Utility купон токеннің не екенін, Security купон токеннің не екенін, токен акцияның не екенін айтатын болам. Осы келесі, осыдан кейінгі видеода. Одан кейінгі видеода уже электронный кошелек пен цифровой кошелектің айырмашылығын айтатын боламыз. Одан кейінгі видеоларда блокчейн туралы информация айтатын боламыз. Бұның бәрі жаңа технологияның тілдері. Егер сіз жаңа технологияны бізбен бірге үйренгіңіз келсе, онда міндетті түрде біздің келесі ақпаратымызды жіберіп алмаңыздар. Құрметті экранның ар жағындағы замандастар, менің мақсатым өзім сияқты замандастарыма болашағына сақтандыру мақсатында, болашағына капитал жинақтау мақсатында осындай бірегей мүмкіндіктерді, өзім білетін мүмкіндіктерді көрсету. Сондықтан егер сіз біздің командаға қосылғыңыз келсе, міндетті түрде өздеріңіз үшін түсіріліп жатырған, өздеріңіз үшін жеткізіліп жатырған маңызды ақпаратты жіберіп алмаңыздар деп айтқым келеді.